Қайырлы күн, мен Баян Тойкебаева, Әлемді өзгертетін әйелдер подкастына сіздерді бүгін қарсы аламын. Біздің жоба әйелдер күштері альянсы және де канадалық жергілікті инициативалар қолдау қорымен бірге іске асып отыр. Бүгін бізде қонақта Асыл Мирас центрінің бастығы, Абай облысы бойынша әйелдер күштері альянсының көшбасшысы Арайлым Мағашқызы ханым келіп отыр. Көп рахмет сіздің келгеніңізге. Енді бізде Абай облысы негізінен осы әйелдер күштері альянсының ішінде ең алдыңғы қатарлы. Көптеген үлкен жақсы проектлер бізде жасалып жатыр. Сол осы альянс немен айналысады, қандай проектлер бар, сол туралы кішкене айтып кетсеңіз. Қайырлы күн. Рахмет, Баян ханым. Аяқ астынан осылай іс-сапармен келген, өз жұмысыммен келгенде Астана қаласында енді бүгін осындай уақыт тауып келіп қалдым. Мен Абай облысы бойынша Қазақстан әйелдер күштері альянсының төрайымы болып табыламын. Осы жылдың басынан бері сайланғаным. Альянс барлық Қазақстан бойынша қандай жобалармен жұмыс жасайды. Школа женского политического лидерства, өзіңіз білесіз, Зульфия Фазылжанова ханым бізде мықты, баяғыдан қаншама өте тәжірибелі, өзінің мектебін бізде мысалы міне 4 стандарт поток дейміз ғой, 4 рет сол стандарт мектебінен шығарды, 4 рет шығарғанда, онда ең басындағы ең бірінші потоктан шыққан іскер әйелдер, осы саясатқа құштар әйелдер, олардың көбісі 5 адам депутат болды. Облыс мәслихатында, Абай облысы бойынша қалалық, Семей қаласының мәслихатына депутаттыққа негізінде тапсырғандар көп болған, бірақ сол 5-еуі өтіп депутат болып жүр қазір. Өз қызметтерін атқарып жүр. Одан кейін школа женского саясаткерлер мектебі, әйелдер саясаткерлер мектебі. Жоқ, школа юного лидера. Кешірім сұраймын. Жас көшбасшылар мектебі, сол мектеп бар, Жақан Марал, өте жақсы жұмыс жасайды. Осы уақытқа дейін 2000-нан астам оқушыны әртүрлі тренингтер өткізіп, білесіз енді нақты тақырыптарын, сон ерте жүктілік деген сияқты буллинг, осы тақырыптарда көптеген балалармен жұмыс істеген. Қазір өзінің 35 мектепті қамтыды Семей қаласы бойынша. Оның ішінен өзі 20-дан артық баланы көшбасшы ғып дайындап, осы 20-дан артық бала өздері ары қарай өз мектептерінде басқа жеткіншектермен 8 бен 11-ші сынып арасындағы балалармен жұмыс істеп жатыр. Арайлым Мағашқызы, өте жақсы. Керемет, сіз тыңдап отырып, өзім таңғалып отырдым да, қанша 35 Семейдегі барлық мектепті қамтып отыр ғой, былай айтқанда. Енді осы көшбасшы әйелдер мектебі, мысалы Абай облысында, енді қанша жылдан бері, осы 3-4 жылдан бері жүргізіп келе жатыр ғой. Қанша әйел өтті, қанша программа болды, сол осы мектепте қандай программалар бар ішінде, сол туралы кішкене айтып кетсеңіз. Бағдарлама сол жаңағы стандарт мектебі бар, одан кейін про. Стандарт сол 4 поток өтті. Барлығының саны, енді оны Зульфия Фазылжанова жүргізетін болғандықтан, енді мен примерно санын айталам. Ол барлығы өткен әйелдердің саны 60-70 болып қалады. 100-ге шақты. 100 шақты, енді соның несінде. Енді стандартты солардың барлығы түгелдей өтті деп айтуға болады. Енді егерде сол 70 әйел стандартты өткен болса, 50 әйел адам стандарт мектебін өтті. Енді негізінен нәтижесі де жақсы болып отыр ғой сіздерде. Осы көшбасшы мектебін өткен әйелдер көбі депутат болды, қоғамдық кеңес мүшелері, әртүрлі қоғамдық жақсы орындарға кіріп жатыр ғой. Сол туралы кішкене айтып кетсеңіз. Жаңағы айтып кеткенімдей, басында депутат болды. Облыстық мәслихатта біздің альянстың мүшелері отыр, қалалық мәслихатта отыр, Семей қаласының депутат болып өз қызметтерін атқарып жатыр. Елге сол Абай облысын дамытуға, қаласын дамытуға, Семей қаласын. Одан кейін жаңа өзіңіз айтқандай сол қоғамдық кеңестерге әртүрлі қандай комиссия, әйелдер мен балаларды қорғау деген сияқты әртүрлі қандай комиссия бар,
әкімшілікте. Сол комиссияның құрамында біздің альянстың мүшелері барлығы жұмыс атқарып жүр. Сол бар проблеманы әйелдерге қатысты, балаларға қатысты, мүмкіндігі шектеулі жандарға қатысты барлық проблемалардың барлығын көтеріп, сіз білесіз, біздің Абай облысынан сенатор болған Айнұр Серікбаевна Арғынбекова, ол кісі де осы кезінде төрайымы болған, осы альянстың, сол кісі арқылы да көп мәселелерді көтеріп шешіп жүр. Соған енді еңбек етіп жатыр. Мысалға осы Семейде немене болды ғой, пожар болды ғой. Өрт болды. Өрт болды. Сол өрт болғанда осы альянстың осы іскер әйелдер қауымдастығы көптеген шаралар жасады ғой. Иә, өрт болған кезде әрине сондай бір қиын жағдай болды Абай облысы үшін. Бірде бір адам шет қалған жоқ. Тұрғыны сол кезде біздің осыны пайдаланып айтқым келеді. Осы іскер әйелдер қауымдастығы, осы Қазақстан бойынша альянс мүшелері барлығы бүкіл Қазақстаннан, әр қаласынан, әр облысынан көмекке ақшалай қаражат жіберіп, одан кейін тағам, киім-кешек барлығын өздері жіберіп, барлығы сондай енді үлкен көмек көрсетті. Осы жерде прям бірігіп, бір-бірін қолдауы сондай көрінді. Керемет шара болды. Шара болды. Арайлы Мағашқызы, онда айтып жіберіңізші, сіздерде саясаткер әйелдер клубы бар ма? Клуб женщин политиков дейді ғой? Бар. Клуб женщин политиков бар. Қанша кісі, қандай, олар не істейді, олар туралы тоже кішкене айтып кетсеңіз? Бұл саясаткер әйелдер клубында кейінгі кезде альянстың, енді біз Қазақстан бойынша болғандықтан, осы жақтан берілген тапсырма бойынша бүкіл Қазақстанда қалай жұмыс істейді, бізде де солай жұмыс істейді. Көбінесе кезінде осы саясатта болған тәжірибелі, өз сол ортада салмағы бар, сондай әбден енді еңбегі сіңген деп айтамыз ғой, сондай ханымдар отыр. Ол кісілер өздерінің тәжірибесімен, мысалы сол келіп жастармен бөліседі, сондай андай іскерлік түскі астар дейміз ғой, деловой завтраки дейміз, сондай кездерде кездесіп өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, қалай істеу керек. Тіпті міне егерде депутаттыққа сайлану мысалы несі басталды деген кезде, ол кісілер де міне осындайды құжаттарды дайындау керек, осылай акцияны өткізу керек деген сияқты сондай өздері тәжірибемен бөлісіп отырады. Бізде енді Абай облысы негізінен көп жақсы шаралар жасайды, соның ішінде қайырымдылық балы болды ғой. Сол туралы да кішкене айтып кеттіңіз, ол не балы болды, кімге арналған, қандай қайырымдылық шаралар жасалынды? Қайырымдылық шарасы ол іскер әйелдер қауымдастығының ұйымдастыруымен болды. Оған да осы Қазақстан бойынша бүкіл іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері, төрайымдары барлығы келді. Үлкен іс-шара өтті, көп көмек көрсетті. Жиналған қаражатқа отбасында екі бірдей мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған анаға пәтер алып берді. Ой, керемет. Енді бізде бүгін Зүлфия Фазылжанова келген жоқ, өкінішті, бірақ та ол кісі, енді ол кісінің тәжірибесі көп қой. Ол осы бізде сол мектепте, мысалға, мен өзім білетінім, ол кісі мен кездескен кезде сұрағанмын, бюджетті қалай жасау керек, оны қалай оқу керек, не істеу керек. Ол кісі енді депутаттықта болды ғой, сол тәжірибесін мысалға бөліседі, жақсы айтып түсіндіреді. Және де сіздерде Абай облысында кадровый резерв деген бар ма, соған қоясыздар ма, қалай сол процесс? Кадровый резерв бар, про мектебін бітіргендердің барлығы кадровый резервға кіреді. Сол жерде нақты мәліметтер беріліп отырады, егерде бір өзгерістер болып жатқан болса. Енді ол мектептерде бізде доктор наук әртүрлі ғылымнан, мысалы саяси ғылымдардың докторлары сондай университетте сабақ берген, немесе сол басқармаларды басқарған, мысалы бюджетное планирование деген басқарма бар ғой, бюджеттік жоспарлау экономиканы, солының бұрын бастығы болған
кісі сол кісілер келіп дәріс оқиды, үйретеді, бюджетті қалай есептеу керек. Мысалы, ертең депутат болып өтетін болсаңыз, бюджетті осылай қарастырасыздар, осындай жағына мән беру керек деген сияқты, соны өздерінің білімдерімен бөлісіп, сондай деңгейде өтеді. Енді тағы бір жетістігі кейінгі кезде осы про мектебін бітірген өзіміздің альянстың мүшелері, олар да енді өздерінің басты жұмысы бар ғой, мысалы университетте сабақ береді, белгілі бір қорларда жобалармен жұмыс жасайды. Сол кісілердің өздері енді өздері шығып өздері дәріс оқып жатыр, жаңадан келген. Жақында бізде Раушан Бергебаевна осы Қазақстанның барлық региондарына барып тренингтер оқыды ғой, осы гендерлік саясат бойынша, осы Семейде де өтті, иә? Иә, өтті. Сол тренинг бойынша кішкене не туралы болды, қанша кісі келді, қандай дәріс алдыңыздар, сол туралы кішкене айтып кетсеңіз? Иә, ол тренинг енді бір ерекше сондай бір атмосферада өтті деп айта аламын, өйткені бізге сондай үлкен мотивация болды. Раушан Бергебаеваның қызын танымайтын, көргісі келген, ол кісімен танысқысы келген бүкіл әйелдер үшін сондай мотивация болды. Олар барлығы сондай қуанышпен бір қарсы алып, сондай бір жоғары деңгейде өтті. Ол жерде енді әйелдердің рөлі осы неде, неліктен олар осы шешім қабылдау деңгейіне шығу керек, неліктен көшбасшы, өзінде енді көшбасшылық қасиеті бар әйелдер ары қарай саясатқа неге араласу керек, сол туралы көп өз өмірлік тәжірибесінен бөлісе отырып, ол кісі сондай көп мәлімет берді, өте жақсы сондай тренинг өтті. Бізге ол жерге Павлодар облысынан, Шығыс Қазақстан облысынан да келіп қатысты альянс мүшелері, барлығы 30 адам, енді орын саны шектеулі болды, 30 адамға өткізілді. Нәтижесі сондай жақсы болды. Одан кейіннен тапсырма бойынша біз ол тренингті өзімізде, кейіннен альянстың кезінде қатыса алмай қалған, қатысқысы келген адамдарға өткізіп, мүшелеріне оларға да сертификаттар тараттық. Керемет. Енді Арайлым Мағашқызы, көшбасшы әйел деген кім сіздің ойыңызша? Қалай сипаттаймыз оны? Енді өз түсінігімше айтсам, көшбасшы әйелдер осы тек отбасының ғана жағдайын жасап қана қоймай, осы кез келген салада өзін көрсете алатын, өзінің бір жеке ойын айта алатын, оны бір жеткізіп айтады дейді ғой, қоғамға пайдалы іс жасап жүрген, дұрыс айтасыз, қоғамға пайдалы іс жасап жүрген сондай әйелдердің барлығын көшбасшы әйелдер деп, артынан басқа адамдарды ерте алатын, мысалы барлық адамдар қоғамда келіп алып, осы сұрақ, осындай проблема бар еді деп айтуын айтар, бірақ оны ары қарай көтеріп, оның шешімін табуға барлығының қолынан келе бермейді ғой. Көшбасшы әйел соның шешімін тауып, бір жеткізетін жеріне жеткізіп, соны айтып солай. Қазір біздің қоғамда әйелдер мәселесіне көп стереотиптер бар. Осы әйелдің үйде отыру керек, жұмыс істемеу керек деген сияқты неше түрлі стереотиптер бар. Сол туралы не ойлайсыз? Қандай қазіргі енді әйелдер қандай болу керек? Мен ойымша әйел жан-жақты болу керек. Өйткені әйел адамдар кез келген мәселеге ер адамдардан басқаша көзқараспен қарайды. Олар бір жан дүниесімен түсініп, ер адамдар біз билікті тартып алу деген ойда емес қой ол. Біз барлық жерде, Раушан Бергебаевна да кез келген неде айтып жүреді, барлық әйелдер оны түсінеді. 50-50, мысалы, бір-бірімен екі отбасы, әйелі мен күйеуі болған кезде отбасы болып, одан мысалы бала туып деген сияқты, оның бәрі тепе-теңдік, осы табиғаттағы. Сол сияқты табиғаттың заңы сияқты кез келген сұрақты да, егерде тіпті отбасын алып қарасақ та, әйелі мен күйеуі бір-бірімен ақылдаса отырып кез келген мәселені шешетін болса, ол үйде сондай жақсы бір атмосфера болады, сондай кез келген проблема болмайды деп, бірге шешімін табады деп ойлаймын. Сол сияқты қоғамдағы мәселені де әйелдермен бірге қарастырып, әйелдердің де айтқан сол мәселеге көзқарасын есепке алып, солай қарастырылатын болса, әлем басқаша жаққа өзгеруші еді деп ойлаймын. Өте дұрыс, мен толықтай сізді қолдаймын. Арайлым Мағашқызы, онда біздің көрермендерге бір-екі лайфхак дейді ғой, қандай кеңес бере аласыз? Енді
Бұл жерде мен енді көп балалы анамын, өзім ерекше баланы тәрбиелеп отырған анамын. Иә, жаңа басында айтып жатырсыз ғой, Асыл Мирас аутизм центрінің бастығы деп, особенный мир қоғамдық қоры біз ашылған 10 жыл болды. Міне сол осы жарқын болашақ деген өзіміздің ашқан жеке бизнесіміз бар. Ол да әлеуметтік кәсіпкерлік, әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысамыз жолдасыммен бірге. Ол орталықта да аутистік спектрі бұзылған балалармен жұмыс істейміз. Сондықтан көбінесе осы мәселелермен жұмыс істеп жүргеннен кейін мен енді айтар едім, проблема барлық отбасыда бар. Онда ерекше балалар өкінішке орай кейінгі кезде көбейіп те жатыр. Енді сондай басыма сондай проблема түсті. Енді мен оны не істеймін? Өкімет маған берсін. Мен үйде отырып маған біреу көмектессін келіп деп солай нетіп отыра бермей, кез келген мәселені ары қарай шығарып, айтып, өте көп қоғамда көмектесетін адамдар, сондай бір жан ашып тұратын, тек шығып айтып, проблемаңмен үйде қалып қоймай, оны егерде бөлсетін болсаң, ол азаяды. Одан кейін саған әртүрлі жанашыр адамдар көмектеседі. Белгілі бір, енді егерде баланы мысалға алатын болсақ, балаң белгілі бір жетістікке жетеді. Сондай жетістіктерге қол жеткізуге болады. Оны біз үнемі кез келген бізге келіп көмек сұраған ата-аналардың барлығына айтып отырамыз. Ол енді ерекше балалар тәрбиелегенде. Сондықтан соның мысалында кез келген проблема болса, сол жаңа айтқандай әйел мен күйеу бірге шешіп, бірге бір-бірін қолдап, отбасылық проблеманы болсын, қоғамдағы проблеманы болсын, бірге әрекет ететін болса, сондай үлкен-үлкен нәтижелерге қол жеткізуге болады. Және Қазақстанымыз одан сайын ары қарай дами береді деп ойлаймын. Арайлы Мағашқызы, онда сіз өзіңіздің қандай проектілеріңіз бар, қандай жобаларыңыз бар, қандай бизнес, немен айналысасыз, сол туралы кішкене толық айтып берсеңіз? Біз енді ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасы болғандықтан, осыдан 10 жыл бұрын особенный мир деген қоғамдық қорын ашқан болатынбыз. Бұл қоғамдық қор нақты аутистік спектр бұзылған балаларды проблемаларын көтерумен және олардың ата-аналарын қолдауға арналған жұмыстарды жүргізеді. Осы қордың көмегімен біз әртүрлі жобалар жазып, гранттар ұтып алып, ең басындағы бірінші жобасы ол мектептен коррекциялық класс дейміз ғой, сондай ашуға бағытталған жоба болды. ПРОН бағдарламасы арқылы біз Біріккен ұлттар ұйымының дамыту бағдарламасы арқылы ұтып алдық та, сол жабдықтап толықтай класты, соны орталық мектептен аштық, қаланың ортасындағы, сол жерде балалар дайындалды. Бірақ ол коррекциялық класс аутист балаларға арналмаған. Одан кейін біз ол жерде көрдік, аутистік спектр бұзылған балалар поведенческий оқуғанға қиын, тьютер керек деген сияқты. Біз ол кезде тьютердің керек екенін білмедік, ешқандай да басқа ешкім білмегендіктен сол сыныпқа мен өз ұлымды отырғыздым. Содан мен қарап ойладым, мектепке келерде баланы яғни дайындап әкелу керек. Оның поведениясымен жұмыс істеу керек алдымен. Сондықтан орталық керек деп, коррекциялық орталық жарқын болашақ деген орталықты аштық. Оған бұйырса міне 9 жыл болды ол орталықтың ашылғанына. Ол орталықта жылда балалар өте көп, енді осы 9 жылдың ішінде 3000-нан астам бала келіп, 3 жыл қатарынан, 4 жыл қатарынан келген балалар бар. Сол балалар мектепке дайындадық. Олар расында да жақсы нәтижелермен мектепке барып, партаға отырып, инклюзиялық бағдарлама бойынша өзі сияқты балалармен, нормотипичный балалар дейміз ғой, солармен бірге оқып кетті. Біздің орталықтың ең үлкен жетістігі осы болды. Сол жетістіктің арқасында біз былтыр Аруана сыйлық лауреат болдық. Осы Қазақстан Республикасы президентінің атынан сол сыйлықты алдық. Ол осы инклюзия саласындағы үздік жоба деген. Өйткені сол біз балаларды бірнеше жылда бір 20 шақты баланы партаға отырғызған болатынбыз. Одан кейін қазір енді білесіз, корпоративтік қор, болашақ қоры, корпоративный фонд, олар осы аутистік спектр бұзылған балаларға кабинет поддержки инклюзии дейді ғой, сондай әрбір мектептерден ашып, сол жерде сол балаларға тьюторлар беріп, сондай жобамен айналысады.
сол жобаның үлкен көмегі тиді. Біздің орталықтан шыққан балалар мектепке барып тьюторлармен ары қарай жұмыс істеп, өзім де ұлым солай оқып, міне 9 сыныпты бітіріп, биыл бұйырса міне колледжге осы Астана қаласына келіп, қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі деген колледжде осы тағы да корпоративді фонд болашақтың көмегімен сол жерге студент болып тіркелді. Енді міне бұйырса сол оқып жатыр. Оның бәрі керемет нәтиже ғой, енді қанша бала қолдау алып жатыр. Ол балаға қолдау, балалармен жұмыс істегенде олар нәтижені өте жақсы көрсетеді. Ата-аналарына қандай көмектесеңізші, өйткені балаға диагноз қойған кезде, аутизм диагнозын қойған кезде, одан кейін ол өмір бақи сіз балаға қолдау көрсету керексіз. Это не диагноз, это на всю жизнь деп айтқан кезде кез келген ата-ана депрессияға түсіп кетеді. Енді осындай жобаларды көріп, осындай балалардың орталыққа барып, жақсы нәтиже көрсетіп, одан мектепке ілініп, өз қатарластарымен оқып, одан колледжге түсіп жатқаны көп ата-анаға алға қарай сеніммен жүруіне сондай бір сенім береді, үміт береді. Енді осы жаңа айтып жатырмыз ғой, көп ата-аналар, әйелдер депрессияға түсіп жатыр деп, өйткені қиыншылықтың бәрі негізінен әйелдің басына түседі ғой. Сол кезде осы әйелдерге психологиялық немесе басқа да қандай қолдау негізінен көрсетіледі бізде? Психологиялық қолдау дегенде енді әртүрлі, қазір расында да кез келген мәселе, тек қана аутизм емес, әртүрлі диагнозбен туған кезде қазір өте жақсы қолға алынып жатыр. Кейінгі 3-4 жылда тек қана Алматы, Астана қалаларында емес, осындай біз сияқты региондарда да психологтар жұмыс істейді, психологиялық орталықтар, қолдау орталықтары ашылып жатыр. Сондықтан ата-аналармен жұмыс істеп жатыр. Бізде өзіміздің орталықта өзімізге келетін балалардың ата-аналары кез келген сұрақпен келсе, жұмыс істейміз. Қазір мен мысалы Асыл Мирас аутизм орталығында, ол мемлекеттік мемлекеттік мекеме, бірақ бұл жоба Болат Өтемұратовтың қорының бастамасымен басталған болатын. Әлі күнге дейін Болат Өтемұратов қоры мамандарды даярлап, қолынан келген көмегін бәрін көрсетіп отыр. Сол Болат Өтемұратов қоры біздің мамандарды осындай психологическая поддержка дейді ғой, сондай курстарды оқытып отыр. Қазір Асыл Мирас орталықтарында осындай курстарды өткен психологтар ата-аналармен тікелей жұмыс жасайды. Сол бір өте үлкен көмек болып отыр. Бұл енді осы қорлар шынымен ақ әлеуметтік мәселелерді шешіп отыр ғой. Осылай психологиялық және де кабинеттер ашып, осындай көп жұмыс істелініп жатыр. Көп рахмет, Арайлым Мағашқызы. Біздің жоба әлемді өзгертетін әйелдер жобасы, әйелдер күштері альянсы және де канадалық жергілікті инициативаларды қолдау қорымен бірге іске асып отыр. Көп рахмет сізге келгеніңізге. Сұрақтарыңыз болса жазып, комментарий жазып отырыңыздар. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.